Сәлеметсіздер ме балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз литосфералық катаклизмдер. Сабағымыздың мақсаты дүние жүзінде және Қазақстанда литосфералық катаклизмдердің себеп салдарын таралуын түсіну. Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз литосфералық катаклизмдер. Катаклизмдер дегеніміз не? Катаклизмдер дегеніміз жер бетінде болып жатқан, қоршаған ортаны бұзатын, материалдық құндылықтарды жоятын, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін құбылыстар мен үдерістер. Табиғи катаклизмдер литосфералық, атмосфералық, гидросфералық болып бөлінеді. Литосферамен байланысты катаклизмдер жер сілкінісі, жанартау атқылауы, цунами, тағы да басқа апаттар. Жер сілкінісі, жанартаудың атқылауы литосфералық плиталардың қозғалысымен, атап айтқанда соқтығысуымен, коллизия, субдукция және алшақтаумен, спредингпен байланысты. Жер сілкінісі жер асты дүмпулерімен жер бетінің тербелуі. Жер сілкінісі кезінде жер қыртысының терең қойнауындағы кенеттен күш алып қозғалған жері ошағы деп аталады. Жер сілкінісінің қарқындылық шкаласы 10 балдық шкаламен, Рихтер шкаласымен есептелінеді. Әлемде жер сілкінісі қарқындылығы шкалаларының әртүрлі жүйесі қолданылады. Аталған жүйелер балмен ерекшеленеді. Қазақстанда 12 балдық, Жапонияда 7 балдық, Латын Америкасы елдерінде 10 балдық Рихтер шкаласы қолданылады. Жер сілкінісі салдары табиғи және әлеуметтік экономикалық болып бөлінеді. Табиғи салдар сыртқы ортаның келбетінің өзгеруінен байқалады. Таулы өзендерде сарқырамалар пайда болады, аумақтар жылжиды. Әлеуметтік экономикалық салдар қаза болған адамдардың санына, елді мекен инфрақұрылымының бұзылуына байланысты. Ал енді цунами дегеніміз не? Теңіз жағалауында болатын басқа апаттарға қосымша жер сілкінісі әсерінен туындайтын цунами. Ол жапон тілінде үдемелі толқын деген мағынаны білдіреді. Цунами күшті жер сілкінісінің әсерінен мұхит бетінде қалыптасатын жойқын, өте биік толқын. Цунамидің жылдамдығы су бетінде сағатына 400-800 километрге дейін жетеді. Жер сілкіністерін зерттеумен бірінші кезекте олар жиі орын алатын елдердің ғалымдары айналысады. Жер сілкіністерін зерттейтін ғылым сейсмология деп аталады. Жер сілкіністерін зерттеу сейсмографтармен жабдықталған сейсмикалық станцияларда жүргізіледі. Сейсмографтар жер сілкіністерін тіркейді. Ал енді жанартау дегеніміз не? Жанартау жер қыртысындағы жарықтың үстінде пайда болатын конус тәрізді тау. Жанартаулар бейнелеп айтқанда отпен тыныс алатын таулар немесе жердің ішкі қабатында өтетін терезелер, конус және күмбез тәрізді геологиялық жолымен пайда болған таулар. Жер бетіне төгілген магманы лава деп атайды. Жанартау кратері лавамен бірге жер бетіне үлкен мөлшерде күлді, құрамы әртүрлі газдар мен қатты заттарды шығарады. Ең қатты денені жанартаулық бомба деп атайды. Балалар, жанартау туралы толық ақпаратты, жанартаудың құрылымы туралы ақпараттың барлығын осы QR-ға өту арқылы бейнематериалдан көре аласыздар. Ал енді балалар, жанартаулардың түрлеріне келетін болсақ, сөнген, сөнбеген, ұйқыдағы деп бөлінеді. Сөнген жанартауларға Эльбрус, Қазбек, Килиманджаро жанартаулары, сөнбеген жанартауларға Ключевская шоқысы, Этна, Мауна Лоа жанартаулары, ұйқыдағы жанартауларға кіші Семачек Ресейдегі және Пинатуба, Филиппины аралдарындағы жанартаулар жатады. Ал енді келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Жанартаулар жер бедерінің екі жарылғыш бөлігі. Балқыған тау жыныстары мен қою күл бұлтын атмосфера биігіне көтеріп, ауыр зардап әкеле алады. Жер сілкінісі ең қайғылы және қауіпті табиғи апаттардың бірі. Жер бетіндегі қатты дүмпулер мен тербелістер күтпеген жерден болып ауыр зардаптарға ұшыратады. Жойқын жер сілкіністері бүкіл қаланы қирата отырып, ландшафты бір жолата өзгертуі мүмкін. Олар қауіпті апаттарды, өрт, көшкін және цунами тудыруы мүмкін. Бастапқы сілкініс кішігірім жерасты дүмпулеріне ұласып,
сыну сызығы маңындағы жер қыртысы ретке келеді. Егер біз жер сілкіністері қашан және қайда болатынын болжай алсақ, миллиондаған адам өмірін сақтап қалар едік. Бірақ мұның жауабы әлі табылмады. Олар табиғаттың үрейлі әрі тылсым күші болып қала бермек. Бұл 2004 жылдың 26 желтоқсанында болған оқиға. Индонезияның Суматра аралы жағалауында жер қыртысының 1200 километр бөлік жылжыды. Толқындардың биіктігі 30 метрге жетіп, орасан зор зардап әкелді. Бұл 200 мыңнан аса өмірді қиған тарихтағы ең қайғылы табиғи апаттардың бірі болды. Кіші цунамилер жиі болып тұрады, ал ірілері өте сирек. Шамамен бір ғасырда 6 рет болады. Қазіргі таңда цунамиді басталысымен ақ бақылауға болады. Ашық теңіздегі компьютерлендірілген бұл толқындардың жолын картаға түсіре отырып, цунамидің астында қалу мүмкін елді мекендерді ескертеді. Болашақта осындай ескерту жүйелері қауіпсіз орынға дер уақытында жетуге мүмкіндік береді деген сенім бар. Балалар, енді тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма видео көрсетілімнен көрген мәліметтерді түртіп алу. Қазақстандағы литосфералық катаклизмдер, жер сілкінісі, көшкін, опырылым себептерін анықтап, олардың алдын алу жолдарын талқылап жазу. Берілген дескриптірлерге назар аударуды сұраймын. Екінші тапсырма жер сілкінісі мен вулканизм картасы бойынша жұлдызша шартты белгіні қолдана отырып, сөнбеген жанартауларды анықта және Оңтүстік Американың саяси картасы бойынша салыстыру әдісінің көмегімен вулканизм болатын елдерді анықтап белгілеулеріңіз қажет. Үшінші тапсырма жер сілкінісі мен жанартаудың шығу себептерін және олардың адам өміріне әсерін жазыңыздар. Бұл жерде сіздерге таңдауға 6 материк берілген. Осы 6 материк ішінен сіздер өз қалаған материктеріңізді таңдап жазуларыңызға болады. Дескрипторде көрсетілген жер сілкінісі мен жанартаудың шығу себептерін жазасыздар және адам өміріне тигізетін әсерін жазасыздар. Барлық тапсырмаларды орындап болсақ, Educa Play платформасына өтіп, берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, ал енді алғашқы сұраққа назар аударыңыздар. Цунами қандай құбылыстан пайда болуы мүмкін? Әрине, дұрыс айтасыздар. Цунами жер сілкінісі құбылысынан пайда болуы мүмкін. Келесі, жер сілкінісі неге байланысты болады? Жер сілкінісі литосфералық плиталардың қозғалысының нәтижесінде пайда болады. Жарайсыздар, балалар. Жанартаулық әрекет қайда жиі жүзеге асуы мүмкін? Ол бізде плиталардың түйісу аймақтарында жүзеге асуы мүмкін. Өте тамаша, жарайсыздар, балалар. Жанартаулардың атқылауы қай плиталар түйісінде жиі кездеседі? Әрине, дұрыс айтасыздар, литосфералық плиталарының қозғалысында түйіседі. Жарайсыздар, балалар. Келесі сұрақ, литосфералық катаклизмдерге қандай құбылыс жатады? Әрине, жер сілкінісі. Келесі, литосфералық катаклизмдердің негізгі қатпарлары қайда орналасады? Әрине, плиталық шекараларда орналасады. Литосфералық катаклизмдерді болдырмауға не көмектеседі? Литосфералық катаклизмдерді болдырмауға сейсмикалық алдын ала ескерту көмектеседі. Жарайсыздар, балалар. Тау құлауы қандай процесс ретінде түсіндіріледі? Әрине, тасқын аққан тау сырғуы. Таулы аймақтағы жер сілкіну көбіне неге байланысты болады? Плиталардың жақындауына байланысты болады. Цунами кезінде қауіптен сақтанудың негізгі жолы қандай? Биік жерге шығу. Жарайсыздар, балалар. Сіздер барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Ал енді, балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Егерде бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болса, жасыл тетікті басыңыздар. Ал егерде сұрақтарыңыз болса, сары тетікті басасыздар.
Егерде тақырып түсініксіз болса, түсінбей қалсаңыздар, қызыл түсті тетікті басасыздар. Ал енді үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Үйге тапсырма Қазақстанда болған жер сілкіністері тақырыбына ой толғау жазып келу. Осымен сабағымыз аяқталды. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.